Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Гүлнұр. Менің асүй арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бауырдан өте дәмді болып шығатын, тәбет ашатын, жасалу өте оңай салатты бірге әзірлейтін боламыз. Арнамнан алыстамай, видеоны соңына дейін қарап, жасалу жолын тамашалаңыздар. Бізге ең алдымен пияз қажет. Осылай пиязымызды ұсақтап, майдалап, жақсылап турап аламыз. Дәл осы ретпен келесі кезекте бізге 2 бас дана чеснок қажет болады. Чесногымызды да осылай майдалап, біркелкі етіп турап аламыз. Егер чеснок ұнатпаған жағдайда қоспасаңыздар да болады. Дәл осы ретпен бізге ендігі кезекте қайнатылған бауыр қажет болады. Дәл видеода көріп отырғандарыңыздай, осылай бауырымызды ұзынша көлемде майдалап турап аламыз. Бұл салатты мерекелік дастарханға таптырмас салат десем де болады. Дегенмен міндетті түрде жасап көрсеңіздер сөзсіз ұнайды деген ойдамын. Міне, ендігі кезекте бізге тұздалған қияр қажет болады. Қиярымызды да ұзынша формада осылай біркелкі етіп турап дайындап аламыз. Салатымыздың құрамына тұзды қияр қосатындықтан салатымыздың дәміне қарай қосылатын тұзында байқап отырып қосыңыздар. Міне, ендігі кезекте біздің салатымыздың құрамына үккіштен өткізілген сәбіз қажет болады. Табамызды отқа қойып, ішіне майымызды құйып, майымыз қызған уақытта үстіне алдын ала турап алған пиязымызды салып, пиязымыз жұмсарғанша, алтын түске енгенше жақсылап қуырып аламыз. Дәл осы қуырып алған пиязымыздың үстінен сәбізімізді және де чесногымызды салып, дәміне қарай тұзымызды, қалауымызша бұрышымызды салып, 3 немесе 4 минут аралығында қуырып аламыз. Бұл салаттың құрамы өте қарапайым. Қажетті заттар мөлшерін міндетті түрде описание бөліміне толықтай жазып қалдыратын боламын. 4 минуттай қуырылып, осылай сәбізіміз жұмсарған уақытта үстінен алдын ала турап алған бауырымызды да салып, 2 минуттай көлемінде осылай жақсылап қуырып аламыз. Салаттың жасалу жолы ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, және де өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Дайын болған салатымызды осылай бөлек ыдысымызға салып, оның үстінен алдын ала турап алған тұзды қиярымызды да салып, қалауыңызша үстінен укроп қоссаңыз да болады. Мен шамалы осылай укроп қосып жібердім. Осылай барлығын салып алғаннан кейін үстінен шамалы майонезімізді құйып шығамыз. Егер майонез ұнатпаған жағдайда қаймақпен де араластырсаңыздар, дәмі өте керемет үйлеседі. Дайын болған салатымызды кез келген ыдысымызға салып, дастарханымызға ұсынсақ болады. Дәл осы құраммен сіздер де жасап көріңіздер, ұнайды деген сенімдемін. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Гүлнұр. Келесі видеода жолыққанша аман сау болыңыздар.